Сосын тағы да нелер бар. Солардың бәрін көріп не білесіз жаңағы. Тамақ бұрынғы старинный мешіттер, сарайшық деген бар. Сарайшыққа бар. Ол енді Атырауда бұл жерде бар ғой. Жетіған жатыр. Жетіған кәдімгі сарайшықта кезінде ол жерде үлкен бір жаңағы не болған жаңағы Бату деген бар. Бату жаңағы хан Батихан Шыңғыс ханның несі немересі. Ол жерде жаңағы сарайшықта бүкіл мына нелерге жаңағына сол жерде жатқан жаңағы әрбір жаңағы қалаш не дейміз жаңағыны айтқанда енді кәдімгі өздері үйлер керамидада кәдімгі қазіргі водопровод бар ғой сонымен жаңағы су жүйесімен су келеді. Оны ана арабтың жиһангері саяхатшы айтады. Бұл дейді Бағдаттан кейін депті. Мен саяхатшы кімді мынандайды мен көрген жоқпын депті. Бұл екінші жерді көрдім деп сөйтіп айтады. Мен бұл жерде болдым сарайшықта. Өте жақсы, тамаша. Бірақ енді көрмесең де баруға болады, көруге болады. 8,5 миллион халқы болған. О, дұрыс айтасың. Сен де біледі екенсің ғой сен. Онда осы білсең сол жерлерде соған барып көруге болады. Жақсы көремін. Тарихты жақсы көрсең, бірақ сен бардың ба сол жерге барған жерге? Жоқ, ол сарайшықтың қасында мен. Өттің ба? Мен барып ішінде мен барып сарайшыққа бардым. Ол жерде Жетіғанның бірақ жатқан дейді, бірақ енді сол жерде сол жерде жаңа өздері не болды, сол жердің қасында мешіт бар, Құран оқытасын Аллаға. Енді ол жерде мына кезінде мына Иван Грозный дейма кезінде осы мына сарайшықта мына Москваның бар, мына макеті бар ғой. Соны мына сарайшықтың макетімен салдырған. Сол жерде негізі бұл біздерде былай айтқанда Орта Азияда жаңа цивилизация дейміз ғой, өте күшті дамыған. Мына кезінде өзің білесің мына Царицын деп аталған. Дұрыс айтасың. Царицын. Бұл ана хан ордасы деген болған, ең бірінші хан ордасы болған. Бірақ енді мен енді бірталай жерде былай саяхаттадым, көрдім. Мына адам айтады ғой, көп оқыған білмейді дейді, көпті көрген біледі дейді. Былай шетелге шығып, мына саяхаттап, мына жерлерді көрдім. Бұлай өте жақсы, тамаша. Сосын енді мен бұлай жақсы жерлерде болдым. Енді Түркістан енді өздерің білесіздер, ол жерде болдық. Арыстан баб жаңағы. Маңғыстауда ғана Бекет ата, Түркістанда Түрен баб, Отырарда ең үлкені жаңағы сансыз баб, Арыстан баб дейді ғой. Арыстан бабты да болдық. Сосын енді мына нелер бар, мына тағы да жақсы жерлер бар. Осы Қазақстанның күшті жақсы жерлері бар. Оларға барып бұрынғы біз тарихи ескі нелерді барып көруге болады. Мына Жошыған деген бар, неде Ұлытауда дейтін айтқанда Шыңғыс хан. Сен бардың ба? Соған мен бір реті келмей жүр. Бір Алла бір Қазақ хандығының 550 жылдығына жүгіріп бардым. Шудан бастап. Барсам сол енді соған мен де бір сәт түссе соған бір Түркістан, Қызылорда, Жезқазған, Сәтбаев, Ұлытауға дейін. Қазақ хандығының 550 жылдығына. Барсам енді соған бір не қылуға мен де бір сәт түссе соған өзім бір барсам деген нем бар. Соған бару керек. Сосын енді көп қой енді жерлер. Меккеге қалай барасыз? Енді біз мына тарихиларда жаңағы бірталай жерлер бар. Біздің мысалы Орта Азия жерінде мана айтып кеттім, жаңағы Жетіған жатқан жер жаңағы мына бір сарайшық деген бар. Бұл жерлерде мысалы кезінде мына Шыңғыс ханның жаңа немересі Батухан деген сол жерде мысалы не қылған жаңағы ханның ставкасы деп айтады ғой, сол жерде астанасы болған дейді. Біз барып көрдік, тамашаладық. Ал енді тағы да жерлер бар ғой, мына Түркістан Есіл деген бабамыз. Меккеге қалай барғаныңызда? Меккеге қалай барғанда, мен Меккеге Алланың мына жүрек қалауымен 2018 жылы мына Ақтауда өгендерде жаңағы бірінші не ашылды, Меккеге жаңағы ашылды. Бұрындар енді Меккеге бұрын ана Астана, Алматы, Шымкенттен ұшатын еді. Сосын біздер енді мына батыс жақтан мына біздер Ақтаудан тіке мына Каспийден өтіп Жидаға бардық. Сонымен мына Меккеге барғанда бұнда бір адам жаңағы бірталай әсер алдым. Мына кезінде мына пайғамбар Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның
мына қағба бар. Сол қағбадан біздер 7 рет айналдық. Сосын Сафа Марва деген бар. Сол жерден де 7 рет айналдық. Сосын жаңағы Зәмзәм суы бұлақтан атылған. Оны енді өздеріңіз білесін. Оны мен тоқтап бағлайын енді. Өзінде мына жаңа қысқаша енді Ибрахим пайғамбар енді өзінің жаңағы ажарды апарып бір шөлден апарып тастайды. Сонда жаңағы өзінің жаңағы баласы Исмайыл деген қайтып келсе, жаңа анасы жүгіріп су іздеп әрілмей жүргенде жерді аяғымен тепкілегенде сол атты бұлақ, сол Зәмзәм суы бүкіл арабтар келіп сол жерде жаңа айтылар сол жерге қоныстанып кетті. Ал енді өте тамаша. Бұл жерде мен ана Мекке Мәдинеде болдым. Бірталай жерлерді біздер жаңағы тәуап еттік. Сол енді ал сен енді өзің қалай бардың жаңағы Меккеге қажылыққа, соны бір баяндап берсеңіз. 2014 жылы Алланың қалауымен негізі спорт шоп болғасын осында Астана қаласында әртүрлі жағдайы төмен спортта кемтар балаларға көмектесіп жүргенде Астана қаласында дөңгелек стол болды да, сол кезде мына еліміздің қайраткерлері әкімшіліктен, министр спорттан және бұл кезде Нұр Отаннан басшысы, тағы басқа болды. Адамдар үлкен сударып отырып мен спорт туралы қалай істеу керектігін айттым да, сонда бәрі аяқталып шығып бара жатқанда маған Нұр Отан басшысы сұрақ қойды да, сіздің фамилияңыз Иман Қажы екен, неге қажылыққа бардыңыз ба деді. Жоқ дедім, мен кезінде мен ата бабам қажыға барған, содан ұлым жылқышы қажы деп қойған, ол кісі алғанда өзінің баласын Иман Қажы деп қойған. Кеңес үкіметі болғасын Иман Қажы деп жазылып кетті. Бірақ мен өз басым 16 жасқа толғанда 84 жыл бітіргенде Иман Қажы дегенде мені Совет үкіметі, кеңес үкіметі мені жауып тастаған. Сөйтіп айтқанша 16 жастағы бала. Соны енді артынан 1993 жылы ең алғашқының бірі болып Иман Қажы деп қазақша жазылдым. Содан Алланың қалауымен бір күні жақсы дедік де, содан ертеңде мен шақырып, қазіргі муфти Қазірет кісі шақырды, одан Министер агенттігі министр шақырды. Соны барасыз ба, қанша қалай қарап алуға болады дегенде мен айттым. Онда дайындалайын дедім, 2-3 күннен кейін жауап берейін дедім. 2-3 күннен кейін қарасам, тарихта кезінде таджикті барған екен, Россиядан бастап. Ол кісі 1,5 жыл жүріп барыпты жаяу. Соны мен естімде, өзім марафоншы болғасын, неге мен қазақ мықтылығын көрсетіп жүгіріп бармасқа деп. Соны 2-3 күннен кейін келдім де айттым, жүгіріп барам деп едім. Назарбай Қазы айтты, қанша қаражат кетеді? Мен білмеймін енді. Есептегі бойынша осындай десем айтады. Біз самолетке $5000 кетеді, сізге де сонда кететін шығар деп. Сөйтіп басталып кетті. Әйеліме барып айтсам айтады, обещание 3 года жүреді деп. Жақсы дедім де, жүргенбіз. 1,5 айдан кейін бе, 1 айдан кейін бір күні сенбі күні жүгіріп бара жатсам, біреу айтады да, дәке көрмейсіз ғой, қарамайсыз ғой дейді. Сөйтсем, министр тұр қасымда, мен үйім жағында, мен Секуна Күмісбековада үйім болған. Сөйтсем, 500 метр енді ол кезде 2014 жылы болды 500 метр деген ол үлкен мәртебе. Қайда кім деп мен қарамай кетіп бара жатсам, министр екен. Сосын сұрасам айтады, мен осы жерде үй алдым дейді. Мен күліп қалжыңдап айттым. Қайынша этаждан десем, бірінші этаждан, онда қазақтар бірінші этаждан, болмаса соңғы этаждан алады деп, мен соңғы этажда болған үйім. Соны жүгіріп келсем айтады, сіз үйің қай квартира тұрасыз, осындай дедім. Келіп, содан есікті біреу қағады, мен жуыны жасам, қарасам, министр тұр. Соны мен күлдім қарқылдап. Не күлесіз дейді, орысша сөйлейді. Мен айттым, сіздің министр есігіңді қағып тұрса қалай күлмейсіз?
соны не керек десем, открывашка дейді, керек дейді де маған. Открывашка деп. Мен нан ауыз тисем, орысша өскен екен, кірмеймін дейді. Айттым, қазақтың салты бойынша нан ауыз тию керек деп, нан алып келдім де, нан бердім. Соны көмек керек пе десем, жоқ дейді. Соны сіз анау Меккеге барып тұрар. Мен айттым, мен обещание 3 года жүрді деп, әйелім маған мазақтайтын болды. Күнде сұрайды, мені қашан Меккеге барасың? Мен дедім, я вам отвечу, завтра вам позвонить деді. Жақсы дедім. Соны бір жарты сағаттан кейін открывашканы алып кетті. Алмаймын десем алады, мен айтамын да, ұят қой енді. Бір открывашка сізге подарить етеді, министрге подарить етеді, мен айтып жүремін деді. Содан ертеңді шақырып, сөйтіп Алланың қалауымен негізі мен спортта жүргенде бір 10 жыл бойы Мұхаммед пайғамбар басқа да кітаптар маған беретін. Сөйтсем Алла тағала мені сол кезде дайындапты да, кітапты мен ойлайтын, мен үшін ондай кітаптар деді. Соны бір күні жаяу мен лестницамен жүгіремін де, 12 этажа, 15 этажа. Сөйтіп жүгіріп келе жатсам, алдымда кішкентай Құран кітапшасы пайда болды. Соны мен алдым да, мына бекер емес шығар деп. Соны қойып қойдым. Сөйтіп бір күні халық жиналып кетіп, жұма күні 6-шы июльге қойдық та, содан басталды жүгіру. Оның алдында барып, Қамабай батырдың басына барып, Құран оқыдық барып. Сөйтіп еткенде мен шығып бара жатсам, адамдарға айттым, мен өзім осы жерде отырайыншы, білгенімді сұрайын деп. Мен енді ол кезде намаз да оққан жоқпын, ештеңе де білмей. Сөйтіп оқытып едім, бірақ та шыбын кәдімгі бос торғай шиқылдап алдымда тұрды. Қорықпай мен алдымда тұрды. Соны мен өзімнен өзім денем жақсы болып, Алла тағала мені әр уақытта қолдап өсіп жүр екен. Сендім де басталды сөйтіп. Не бір қызықтар болды. Содан барғанда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям түсіме кіріп батасын берді, қайтып келгенде батасын берді.